Әйелі жоқ үй. Авторы Фатима Жүнісова, оқыған Назерке Еркінбекқызы. Жасыл шатырлы үйдің егесі Жүсіп, ұзын бойлы, кең иықты келбетті кісі. Жасы 70 талқындап қалған ол ешқашан жар құшпаған, бала сүймеген. Осындай өзі сұлу жүзді, өзі әнші, серік кісінің неге өмір бойы үйленбей келе жатқан үлкен кісілер болмаса, жастар жағы біле бермейді. Інісінің бір қыздың кішкентайынан бауырына басып өсірді. Оның әкесі де, шешесі де өзі болатын. Қыз бала емес пе? Назгүл кішкене күнінен көкесінің күрекеулі көңіліне алаңдап өсті. Көкесі әлденеге күлімсіреп, әндете бастаса, бұл ежіре бастайтын. Кішкене кезінде көкесі мұның шашына дейін жуып, тарап, өріп, ақ бантигін желбіретіп мектепке жіберуші еді. Ол кездері көп қыздың қолы жете бермейтін аппақ қалгөткейге дейін аудан орталығынан әкеп беретін. Назгүл кішкентай болса да, өз шешесі мен көкесін жиі салыстыратын. Бір нәрсе сұрай қалса, дауыстап жауап беруді де білмейтін. Мінезі шәлкестеу шешесі мұны таяқтай жөнелетін. Салдыр салақ анасы, қайнағасының үйі тұрмақ, өз үйіне дұрыстап жүне алмайтын еді. Есіктен төрге дейін шашылып жататын өз үйінен гөрі Назгүл көкесінің үйін артық көреді. Көкесінің үйі қашан да тап-таза. Әйелі жоқ демесеңіз, көкесі істің көзін таба біледі. Назгүлдің үсті басы тап-таза, тамағы тоқ. Көкесінің ықпалымен мектептегі сабағын да кілең-беске оқыды. Бойжете бастаған Назгүлді көкем неге үйленбеген деген сауал жиі мазалайтын. Осындай қамқор, мейірімді көкесінің жалғыз жүргеніне, өзінің ұл қызы болмағанына іштей күйінетінде еді. Бірде көкесінің ескі альбомын қызықтап қарағаны бар. Сол кезде қап-қара шашын екі бұрым етіп өрген, көздері мойылдай қара, сұлу бір қыздың суретіне көз түсті. Назгүл әлгі бейтаныс қыздың суретіне ұзақ үңілді. Әдемсін-ай, бұл қыз көкеме кім болады екен? Кімнен сұрасам екен? Назгүлдің көз алдынан әлгі альбомдағы қыз кетпей тұрып алды. Қыздың суретін біреуге көрсетіп, кім екенін сұрап білгісі келгенімен ыңғайын таппады. Арада 2 күн өтті. 3-ші күні кешкі тамақтан соң Назгүл ескі альбомды тағы да қарағансып отырды да, көке, мына қыз кім? Өзі сондай сұлу екен деп сұрады. Көкесі суретке жалт қарап, өңі бір түрлі болып, жай ғана ауылдас қарындасым Айғаным ғой. Жас кезінде еселікке берген болатын деді. Назгүл бұдан әрі қазбалау сұрауға да батпады. Алайда қыз жүрегі әлде бір құпияны сезгендей болып, Айғанымның суретіне тағы бір қарады да альбомды жапты. Ертеңіне сурет жайлы бекер сұраппын ғой, көкеме қиын болды-ау деп қатты өкінді. Себебі сол күні көкесі таңға дейін ұйықтай алмай дөңбекшіп күрсініп шықты. Жүсіп сол күні таңға дейін көз үйген жоқ. Қызы Айғанымның суретін көрсеткен кезде жүрегінің түбінен пәлен жыл қатып қалған шері лықсып кеп тамағына тығылған. Жап-жас Назгүліне не айта алсын? Бұрындары, жастау кезінде іштегі қайғы шерін әнмен сыртқа шығаратын. Жалғыз өзі отырып, домбырамен халық әндерін шырқағанда, қосыла алмай, арманда қалған ғашығы сол баяғы жас күніндегідей көз алдына келетін. Аяғын еркелей басып, сыңғырлай күліп, қолаң шашының ұшынан ұстап өзіне назлана қарап тұратын Айғанымның бейнесі де ән аяқтала бере зым-зия жоғалатын. Ғұмырында тек соны сүйіпті. Бір сол үшін 20-дан енді асқан шағында азап тартыпты. Өкініш өзегін өртегенімен жастық шағы қайта келе ме? Қайта оралса, әкесі мен анасының сөзіне құлақ асып, ал деген баршынын алып, ұл-қыз сүйіп отырар ма еді? Адамның тағдыры анасының құрсағында жатқандай жазылып қойса, мұның әйелсіз ұрпақ сүймей өтуі пешенесіне жазылғаны да. Құдай басқа салды, бұл көнді. Көнбегенде қайда барады? Талай рет елден жыраққа көз көрмес, құлақ естімес жаққа кетіп қалғысы келген. Жүрегі құрғыр Айғанымды қимайтын. Оның аман саулығын біліп, сырттай болса да көріп жүргісі келді. Оның үстіне інісін де жалғыз қалдырғысы келмейтін. Анасы қайтқалы үлкен үйдің берекесі кеткендей болды. Үй уақытылы жиналмай, кір апталап жуылмай үйліп жатады. Бейшара анасы осы келінің жаман қылықтарын жасырып келген екен-ау. Қалай дүниеден көшті, келінің де арты ашылды.
Анасы барда үйінен қонақ арылмайтын еді. 40-нан кейін-ақ келіннің қабағына қарағандар келуді сирете бастады. Енесі барда қайынаға деп сыйлағансып жүретін келіні келе бере өнерін шығара бастады. Бір кесе кеспе көженің өзін төгіп шашып зорға беретін болды. Кей күндері тамақ істемей бүрісіп жатпай қалады. Ондай күндері інісі екеуі қазан көтеріп, балаларды тамақтандырып, төсектене жатқызатын. Әйелінің жаман қылықтарына төзбеген күні інісі оны сабапталушы еді. Жүсіп араға түсіп жүріп екеуін айыратын. Інісін сабырға шақырып, шыдамды болсайшы, әйеліңде ақыл болса, анамыз бардақ, елге сыйлы келіндердің қатарына қосылар еді. Сен мұны ұрып жеңе алмайсың. 4 балаңның анасы ғой, сабыр сақта. Құдай мен сияқты жалғыз қалғаннан сақтасын. Енді балаларың үшін бәріне көз жұма қара. Кешірімді бол деуші еді. Інісіне ақыл айтқанымен өзі туған үйіне анасының жылына дейін шыдады. Соқа басының сыйып жүргені тек анасының арқасы екен. Қабағы кіржиіп, ашуланса балаларын таяқтың астына алатын келінімен алыстан сыйласпаса болмайтынын анық түсінген соң бөлек шыққысы келді. Әке-шешесі көзі тірісінде үлкен үйдің жанынан шағын үй көтеріп, төбесін жаптырып қойып еді. Басқа шифр табылмай, сол үйдің шатыры жасыл шифрмен жабылған болатын. Көп өтпей-ақ сол ерекшелеу үйдің иесі Жүсіп атанды. Бөлек шығарында інісі мен келініне: сендерден бір-ақ тілегім бар. Менің атыма Назгүлді жаздырып беріңдер. Өзім мәпелеп өсіремін. Алла бұйыртса оқытып, өз қолымнан ұзатамын. Туғалы өзім қарап келемін ғой деді. Аға, сіз не десеңіз сол болады. Назгүл сіздің қызыңыз. Алайда жалғыз өзіңіз ол үйде не істейсіз? Әлде үйленбек ойыңыз бар ма? Інісінің соңғы сөзін естігенде Жүсіп ашудан қып-қызыл болып кетті. Сенің есің дұрыс па? Маған кім тиеді? Әлде ақаңды кекетіп мұқат тұрсың ба? Басқа білмесе де менің жайымды жалғыз бауырым сен білуші едің ғой. Жақып үндемей төмен қарады. Ағасын қатты ренжітіп алғанына өлердей өкініп қалды. Жазылмаған жарасын тырнап жіберіпті ағасының. Мұншалық ақымақ болар ма? Аға, ақымақ ініңізді кешіріңізші, кешіріңізші. Осы кезде есік ашылып, кішкентай Назгүл томпаңдап ішке кіріп: көке, жүріңіз далаға, шығайықшы. Мені атқа мінгізіңізші, деді. Жүсіп Назгүлді тік көтеріп алған күйі сыртқа беттеді. Інесіне бұрылып та қарамады. Сол күні ол өзі мен Назгүлдің бар киімін, кейбір аса қажетті заттарды алды да бөлек шығып кетті. Екі үйдің ортасын тек ағаш шарбақ бөліп тұр. Назгүл екі үйдің еркесі, екі ортада ойнап жүреді. Бірақ көкемнің қызымын деп Жүсіптің жүрегін жібітіп, одан бір елі ажырамайтын болды. Жұртта қызық қой. Жүсіптің жалғыз өзінің бөлек шығып кеткенін біраз әңгіме етіп, сан-саққа жүгірте бастады. Жүсіп бөлек шыққан күннің ертеңіне-ақ ауылдың сөзге үйір әйелдері: бұл бекер емес, оңаша үйде жалғыз еркек не істемек? Оның тамағын кім істейді? Кірін кім жуады? Күйеуі қайтыс болған жібекпен байланысы бар-ау. Әнеу күні атарбасымен оның үйіне шөп әкеліп бергенін біреулер көріпті. Енді жібек те Жүсіптің үйін тазалап, тамағын істеп тұратын шығар деп сырттай тонып ішті. Біраз уақытқа дейін аңдығандары Жүсіптің үйі болды. Тіпті бір нәрсе сұрағансып үйіне кіріп шыққандары да бар. Ертесіне Жүсіптің үйі туралы әңгіме ауыл ішіне желдей тарады. Ойбай, несін айтасыңдар? Жүсіптің үйіне Гүлсім барса тамақты өзі істеп жатыр екен. Үйінің іші тап-таза дейді. Ыдыс аяғына дейін жалтырап тұр екен. Әйелі жоқ үйге мүлдем ұқсамайтын көрінеді. Соған қарағанда оның үйін түнде біреу келіп жинап, кірін жуып береді-ау. Әлде баяғы ғашығы ма екен? Кім білсін. Сол үшін жастай қор болып жалғыз қалған жоқ па? Бәлкім аяп көмектесіп жүрген болар. Бұл әңгіме көп етпей Жүсіптің де құлағына жеткен. Естіп күлген де қойған. Кімнің аузына барып қақпақ қойсын? Үсті басын таза ұстауды, үй жинауды бала кезіне біледі емес пе? Үйдің үлкені болған соң анасына көмектесіп, тірліктің бір жағын алып жүруші еді ғой. Інісі екеуі үйдің даланың жұмысы демей-ақ атқара беретін. Қарындасы жастай шетінеп кеткен соң інісі екеуі қалды. Үйде қыз бала жоқ. Назарларыңызға рахмет. Жалғасы бар.